Біздер жетімдерміз. Өмірге келудегіз, кетудегіз. Сүреңсіз өтуде жаз, өтуде күз. Жалғанда өлім барда жетімдер бар, сондықтан мәңгілікке бекінгенбіз. Біздер жетімдерміз, ұрларда емеспіз, қарларда. Қарғыстан ба біздерден арлар ма? Жылынамыз бір ауыз жақсы сөзге, қарғыс аяз біздерді қарығанда. Жасамаймыз қиянат жаны барға, жаны бар жан бірақта табылар ма? Жетім көңіл жақсыға жарған ба? Біздер жетімдерміз, жетімдерміз, жетім болып жүріп ақ жетілерміз. Я, ардақты ағайын, өлім барда жетімдер бары рас. Кім жетім қалмай жатыр дейсіз? Бірақ біле білгенге адамзат тағдырындағы сынақтың ең ауыры, жаныңды қарып өтетін, жүрегіңнің терісін сыпырып түсіретін суық сынақ — ол жетімдік. Жетімдік сынаққа тап болған бұлар, қорғансыз көздер, азнаған жүректер, қаралы күйлер, зары түнде мұңы күнге сарқырап ағып жататын, әке мен ананың қадірін ерте түсінген жаны жаралы жандар. Бұлар анадан алтау болып туылып, әкеден анадан айырылып, өзгенің қамқорлығында өсіп, қазіргі таңда төртеуі ер жетіп, отбасын құрып, бір жалдамалы пәтерде күн кешуде. Кәмелеттік жасқа толмаған екі бауырлары әлі күнге дейін сол өзгенің қамқорлығында. Бұлар жастайынан жетімнің күйін кешсе де, бірінің үмітін бірі жалғап, тағдырдың қиын тауқыметіне еңбектерімен төтеп беріп, өз жыртықтарын өздері жамап, баз-біреулерден кем түспей күн кешіп келеді. Бұлар ішер асқа, киер киім, қу дүниеге зәру емес. Бұлардың бар арманы бауырларының бүтін болуы. Ботадай көздерін мөлдіреп, өзгенің босағасында жаутаңдап жүрген қос бауырларын жандарына алып, құшақтарына басып, ағалық, әккелік мейірімдерін төгіп, ешкімге жалтақтатпай, өздері көрген қиындықты екеуіне көрсетпей өсіріп, жетілдіру. Алайда тағдырдың қиындығымен қатарласқан, орындамауға тағы болмас заңымыз тағы бар. Бауыр еті бауырларын өз қамқорлықтарына алу үшін күркедей болса да баспаналарының жоқтығы жандарына батуда. Бір құрсақтан шыққан 6 бауырдың бір шаңырақ астында бақытты өмір кешулеріне қалың жұрттың жебеуі себеп болса, жетімдердің арманы болмас еді. Мен Серхан Анарайдарқызы. Міне бәріміз 6 ағайынымыз, бәріміз квартирада тұрамыз. Осы бесеуміз квартирада тұрамыз. Мен бауырларымды қатты сағынам. Бәріміз бірге тұрсақ деген арманым. Әкешім, анам қайтыс болып кетті, 10 жыл болды. Сағынамыз бауырларымды бәрі. Әкем 10 жыл болды. Дүниеде жоқ. Табылған жоқ. Сүйегі де табылған жоқ. 10 жыл болды. Біз сағынамыз, үмітімізді үзбейміз. Әкеміз табылады. Осындай бауырларымды жан-жаққа тетіретпей, осындай квартираға тұрмай, үй алсақ деген арманым. Қатты қиналдық. Қиналсақ та өмірде бәріміз шыдап, бәріне қиындыққа, бәріне шыдап жүр. Бауырларым бәрі қасында болса деген арманым. Қарайда ауылдағы мен қарындасымды қолымызға алғымыз келеді. Осы үй беріп атса өзіміз қолымызға алып, соларға тәрбиелеп асырап қарайтын ек. Қазір просто қолымызға алатын ек. Қазір квартирада жүрміз. Квартирада жүрміз, сондықтан аламай отырып, бізде ол біраш інім мен қарындасымды сағынамыз үшін. Ауылдағы інім мен сіңілімді алайын десем, менде баспана жоқ. Опеконда аға мен жеңгем қолында, інім мен сіңілім.
сіздерден көмек сұраймын. Баспана болса бізде, бауырларым аман-есен, бәріміз бір жерде жиналсақ деген арманым. Сіздерден көмек сұраймыз.